Хаша ибн Абидин Роддул Мухтар кітабынан ол кісінің Атбау Мухаммад бин Абдул Вахаб Хавариджи заманина, яғни Мухаммед бин Абдул Вахабтың артына ергендер біздің заманымыздың хариджиттері деп атаған. Енді мына жерде мынау толып тұрған кітап не кітап деп ойлайсыздар? Бұл Бухаридан бастап Ибн Маджаға дейін негізі тізбекпен тұру керек. Бірінші Бухари тұру керек, сосын Имам Муслимнің Сахих Муслимі тұру керек, сосын Абу Дауд, Насаи, Муатта имам Малик бар екен, сосын Тирмизи тұру керек. Соңында Ибн Маджа тұру керек. Бұл кітапты алып қойған себебіміз өйткені хаваридждердің сипаттары қандай болады? Ислам әлемінде дінде ең бірінші шыққан секта, ең бірінші шыққан ағым хаваридждер. Хариджиттер ең бірінші. Алдында айтып берген бізде. Естеріңізде болсын, қандай да бір ағым шықса, теріс ислам атын жамылып, олар тек бір себеппен шығады. Бір себеппен шығады. Тек дүние үшін шығады, дүние үшін. Бір дүниелік мүдде үшін шығады. Мысалы, хариджиттердің шығуы тарихын кеше ғана айтып бердік қой. Ей Мұхаммед, сен неге әділ емессің дейді. Сен неге олжаны тең бөлмейсің дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соның артынан көрсетті да. Миндаудаи хадихи, мына адамның артынан ертең фитна шығады деді. Хаваридждер шығады. А оның шығу себебі не болды? Дүние үшін. Дүниені қызғанып қалды, Ана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бөлгеніне разы болған жоқ. Пайғамбардың бөлгеніне разы болған жоқ. Сол секілді басқа ағымдар көбінесе дүние билік саясаттың артынан шығады олар. Түсінікті ғой? Ықылассыздықтың артынан сондай түрлі фирқалар, ағымдар шығып кетеді. Сол Кутубу Ситта негізі хаваридждер туралы көптеген риуаяттар келген. Именно осы Кутубу Ситтаны алдық біз, өйткені бұл сенімдірек, достоверный, басқаларына қарағанда. Сахих Бухариде келген хадистер бар, да? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, Муслимде келген. Инна ба'ди мин уммати саякуна ба'ди мин уммати қаумун яқрауна ал-Қур'ан ла юзавизу халақимахум яхруджуна мин ад-дини кама яхруджу сахму мин ар-рамияти thumma la yauduna fihi hum sharrul khalqi wal khaliqa дейді. Ертең менен кейін сондай үммет шығады дейді. Бір қауым шығады, үмбет шығады дейді. Уммати дейді, менің үмметім дейді. Біз хариджиттерді ешқашан кәпірге санамаймыз. Олар қанша адасса да қыблаға намаз оқиды, оларды кәпір деп есептемейміз. Сондықтан менің үмметімнен сондай адамдар шығады дейді. Құран оқиды дейді. Оның құрандары тамақтарынан әрі қарай өтпейді дейді. Яғни жүректеріне бармайды. Осы жерінде қалып қояды дейді. Садақтан жебе шыққандай, олар да діннен шығып кетеді дейді. Және сол дінге қайтып оралмайды ешқашан дейді. Хум шаррул халқи вал халиқа, олар ең жаман жаратылыс дейді. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Даудта келген хадисте айтады, менің үмметімде ихтилаф болады дейді, талас тартыс болады дейді. Ол фирқа дейді, фирқалар, түрлі ағымдар шығады дейді. Сондай бір адамдар шығады дейді. Юхсинунал қила юсиунал фи'ала. Айтқан кезде әдемі айтады. Сөздері дұрыс дейді, сөздері дұрыс, бірақ істері жаман дейді. Құран оқиды, құрандары тамақтарынан өтпейді. Әрі қарай жаңағыдай келген риуаятпен келеді. Мен сіздерге осы риуаяттарды оқиын, бірінен соң бірі, осы Кутубу Ситта келген. Сосын қазір салыстырамыз. Ятихи қаумун қибал ал-машриқ мухаллақат руусихим дейді. Яғни сондай қауым келеді машриқ жақтан, шығыс жақтан. Саудия, яғни Араб түбегінің шығыс жағы, сол жақтан адамдар келеді дейді. Шаштары тақырбас дейді шаштары. Сол кездегі хаваридждердің сипаты сахабалардың кезіндегі сондай тоқырбас болған.
тағы да сондай қайталанып келеді. Және бір сипатын айтады пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Қараңыз, бұл хадис Бухариде келеді. 3344 хадис, және Муслимде келеді. Жаңағыдай сипаттар. Сосын тағы да пайғамбар бір сипатын қосады оларға. Яқтулуна ахлал ислам. Олар мұсылмандарды өлтіреді дейді. Хауариждің сипаты мұсылмандарды өлтіреді. Уаядауна ахлал аусан. Мүшриктерді, яғни расымен пұтқа табынатын, мүсінге табынатын мүшриктерді олар тастап қояды дейді. Олармен шайқаспайды, оларды өлтірмейді. Ал керісінше мұсылмандарды өлтіреді дейді. Ахлил ислам. Кім айтып жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Сахих Бухариде келген, Муслимде келген. Тағы да басқа бір сипаты хадисте кім Сахих Ибн Маджада келген. Куллама хараджа қарнун қутиъ, хатта яхруджа фи арадихими даджжал. Олар шыққан сайын, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Олар мүйізін көрсеткен сайын қутиъ дейді, кесіп тастай береді дейді. Яғни олар бір көтеріледі, шығады. Аллах тағала мұсылмандарға жәрдем беріп, оның шығып жатқан кезде кесіп тастайды. Қайтып шығады, қайтып кесіп тастайды. Сонына дейін дейді, хатта яхруджа фихим. Яғни олар қашанға дейін шыға береді дейді. Хавариждер шығуын тоқтатпайды. Бұл үмметте олар шығуын тоқтатпайды дейді, осы риуаятқа сүйенетін болсақ. Шыға береді, басылады, шығады, басылады, шығады. Хатта яхруджа фи ирадихим ад-даджжал. Сондай уақытқа дейін шығады, олардың араларынан даджжал шықпайынша дейді.